қаласының тұрғындары және қонақтары. Түркістан қаласы бойынша ауқымды іс-шаралар жүргізілуде. Қазіргі таңда қыс маусымының алдын алу бойынша ескі газдан улану және өрт қауіпсіздігі ережелерін халыққа тереңінен түсіндіру бойынша үгіт насихат жұмыстары жүргізілуде. Бұл іс-шараны атқару барысында жергілікті атқарушы органдар, ішкі істер басқармасынан, Қазтрансгаз аймақ, газ инспекциясынан және де тұрғын үй инспекциясынан мамандар тартылып, үлкен көлемде іс-шаралар атқарылуда. Онымен қоса Жас отан жастар қанатының жанынан құрылған еріктілер, олар да тартылып, Түркістан қаласының нөмір 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамы толықтай қатыстырылып, қалада үгіт насихат жұмыстары жүргізілуде. Түркістан қаласы бойынша 6300-дей тұрғын үй орналасқан. Соларды біз толық көлемде аралап, жеке-жеке әр үйге кіріп түсіндіру жұмыстары жүргізуге тиіс. Біздің алға қойған мақсатымыздың бірі осы. Екіншіден, Түркістан қаласы бойынша 1839 әлеуметтік нашар отбасыларды Түркістан қалалық төтенше жағдай басқармасының қызметкерлерінің өздерімен араланып жеке-жеке түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Құрметті қала тұрғындары, қауіпсіздік сақтау ол біздің басты міндетіміз.